Киік ана. Хайды өзінің баласы деп ойлап, оған аналық қамқорлық жасаған киік, өзіне паналайтын үй, өмір сүретін мекен етіп, аралдың ең шөбі шүйгін, жеміс ағаштары сыңсый өскен тұсын таңдап алды. Сондықтан болса керек, сүті өте құнарлы, өзі де қоң деді. Баланы ашықтырмай жиі-жиі емізіп, қасынан бір елі ұзамай, мейлінше еміреніп тұрды. Тек желінін сүтке толтыратын кезде ғана өріске шығып ұзап кететін. Хайды өзінің бір бөлшегінде үйіріліп бауырына тартты. Бала да киікке әбден бауыр басты. Киік күнделікті емізетін уақыттан аз ғана кешігетін болса, орманды басына көтере жылап, азан-қазан қылып жіберетін. Хайдың жылап жатқанын, шырқыраған үнін естіген киік дереу оның қасына құстай ұшып жетіп келетін. Аралда жыртқыш хайуандар атымен жоқ. Сондықтан Хай еш қауіп-қатерсіз 2 жасқа дейін киікті арда еміп, өсіп жетілді. 2 жасқа келген Хайдың тістері шығып, апыл-тапыл жүре бастады. Енді ол жайылуға анасымен лашықтан шығып бірге жүретін болды. Тәй-тәй басқан жүрісіне анасы да қарайлап, оның ілесіп қасында жүруіне көмек жасап жүрді. Киік оны сыңсыған орманның жемістері өте мол, көздің жауын алатын ең көркем жерлеріне апарып, уылжыған жемістерді аузына тосты. Қабығы қатты жемістердің қабығын өз тісімен тістелеп үгітіп, Хайдың аузына салды. Еметін уақыты келгенде көп созбай дереу емізіп, шөлдесе су ішуге өзен бойына алып баратын. Қолынан келгенше шыжыған күннен, қарыған суықтан қорғап жүрді. Кеш батқанда қарындары тоқ, көңілдері көк болып лашықтарына қайтатын. Киік Хайды қойнына алып жатып, өзінің жылуымен қатар сандықтан шыққан киімдері мен көрпелерін үстіне жауып жылытатын. Күндердің бір күні екеуінің қасына тағы да бір топ киіктер кеп қосылды. Барлығы бірге тіршілік кеше бастады. Бір-біріне әбден бауыр басты. Өріске бірге шығып бірге жайылды, бірге асыр салып ойнап, түнгі ұйқыға бірге бас қоятын. Уақыт өте келе Хай киіктерге еліктеп, солар сияқты дыбыс бере бастады. Бірте-бірте даусы жетіліп, киік даусын айнытпай салатын болды. Хай жаратылысындағы ерекшеліктің себебінен, тумысынан берілген қабілеттің арқасында басқа хайуандардың, құстардың да дауыстарын үйреніп алды. Олардың да даусын айнытпай салды. Әсіресе киіктің даусын қиналмай, жасандылықтан ада өте табиғи түрде шығаратын. Олардың мөңірегенін, уілдегенін, бір-бірін шақырғандағы дыбысын, қандай да бір тосын жайттарға тап болғанда ғана шығаратын өздеріне тән дыбыстарын өте жақсы меңгеріп алды. Міне, сол себепті жабайы хайуандарға өте жақын болды. Олардан не өзі қорықпайды, не болмаса олар бұдан үрікпейді. Әрқайсының ерекшеліктерін жақсылап біліп алып, бір-бірінен оңай ажырата бастады. Жалғыз қалған кездері хайуандар, құстардың сұлбасын қиялдап, олар туралы ойланып, кейбіреуін жақсы көргенін, кейбіреуін жек көргенін елестете алатын болды. Хай уақыт өте келе хайуандар мен өзінің арасындағы едәуір айырмашылықтың бар екенін аңғара бастады. Хайуандар туралы тағы да тереңірек зерделеп, өзі мен хайуандар туралы ойға берілді. Хайуандар жүндес, немесе қылшық жүнді, болмаса қауырсынды болып келетін. Бұған қарағанда әлде қайда күштірек, барлығы да жүгірсе жеткізбейтін жүйрік келеді. Қажет кезде өздерін қорғай алатын мүйіздері, азу тістері, тырнақтары мен тастай тұяқ секілді табиғи қарулары бар. Ал өзінде бұлардың бірі де жоқ. Олармен салыстырғанда әлде қайда әлсіз, әлде қайда қауқарсыз еді. Тамақ тауып жеуге шыққан кейбір кездері хайуандардың шабуылына душар боп қалатын тұстары да болды. Мұндай кездері өзін қорғай алмай, оларға қарсы сес білдіре алмай қалатын. Тіпті қашып та үлгермейтін. Киіктің балалары мүйізсіз туылғанымен, аз уақыттың арасында бастарынан қос мүйіздері қайқиып шыға келетін. Туа салған кезде сөйлей алмаса да, біраз уақыттан соң тез-тез тілдері шығып сөйлеп кетеді. Бірақ өзінде мұндай болған жоқ. Аналар сияқты мүйізі де шықпады, не солар сияқты жарылып тез сөйлеп те кете алмаған еді. Хайуандар туымысынан үстілері жабылған. Жасырулы керек жерлері құйрықтарымен, жүндерімен, я болмаса сол сияқты нәрселермен жабулы болады. Өзінде бұлардың бірі де жоқ. Бұл жайт оған қатты бататын. Осыны ойласа кәдімгідей көңілі құлазып қалады.
Хай ибн Яқзанның өзі мен хайуандардың арасындағы байқалған пішін жағынан, түр-түс жағынан айырмашылық туралы ойлары тереңдеген сайын тереңдей түсті. Өстіп жүргенде оның жасы 7-ге толды. Өзінің бойында кем болған, яки толықтай болмаған, сол себепті зардабын тартқан ағзалар немесе құралдар өсіп жетіледі-ау деген ойдан толықтай үміт үзді. Үсті басының жалаңаштығына шешім тапқандай, бұтын үлкен жапырақтармен жауып алды. Шырмауықтардан бір құшақ жапырақ жұлып алып беліне байлады да, бір жағын құйрық болсын деп арт жағына сүйрете тастады. Ол қанша шыдайды дейсің, шырмауықтар мен жапырақтар аз уақытта қурап төгіліп қалады. Сондықтан жапырақтан да шыдамдырақ нәрселермен жабынып көрмек болды. Олар да аз уақыттың ішінде жапырақтың кебін киді. Сөйтіп жүріп ағаштың бір талынан өзіне таяқ жасап алды. Ұшын үшкірлеп алған таяғын әлсіз хайуандарға шабуылдауға, өзіне шабуылдағандардан қорғануға пайдаланды. Ойлана келе өз қолымен осындай нәрселер жасай алатынын түсінген кезде өзінің қадір қасиетінің маңызды екенін, ерекше қабілетінің барын ұқты. Қолдарының хайуандардың қолдарына қарағанда артық мүмкіндігінің көп екенін білді. Таяқты қолымен жасады. Жасырулы керек жерлерін де өз қолымен жасап алды. Бұрынырақта қызығып жүретін өзінде жоқ хайуандар сияқты табиғи құралдар мен қаруларға түк керек болмай қалды. Қажет нәрселерді ойланып толғанып қолмен жасап алатын болды. Жасы 7-ден асқанда абиырын жасырып тұрған жапырақтар мен шырмауықты қайта-қайта жаңарта беруден жалықты. Кей-кейде өліп қалған хайуандардың құйрықтарын қолданғысы келсе де, артынша бұл ойдан бас тартты. Өйткені хайуандар өлекселерден жиіркенетінін білетін. Бір күні өліп қалған бір бүркітті тауып алды. Хайуандардың одан үрікпегенін байқағанда, бүркіт арқылы мақсатына жететінін сезді. Қолға келіп тұрған мұндай мүмкіндікті жіберіп алмау керегін білді. Бүркіттің терісін, құйрық пен қанаттарын сол қалпында қалдыруға тырысып, ақырындап терісін іреп сыпыра бастады. Сыпырып алған соң қанаттары қолына келетіндей, құйрық жағы арқасына жабысып тұратындай етіп жабынып алды. Өстіп жабынуы керек жерлерін мықтылап жауып алды да, ыстық суықтан тәнін осылай сақтайтын мүмкіндік тапты. Киіп алған киімі хайуандар арасында өзіне бір құрметті орын берді. Хайуандар одан қорқып, аяқ тартып жүретін болды. Осыдан кейін оның қасына киік анасынан басқа ешкім жақындай алмай, жақындауға жүректері дауаламай қалды.